Баяғы жаңағы рейтинг пен планды ары қарай айтқым келіп отыр. Осы план мен рейтинг бар ғой, біздің түбімізге жетіп тынады. Мұғалімнің де планы мен рейтингі бар. Ана полиция қызметкерінде де план мен рейтингке қойып тастаған. Аллай, баяғыда полиция қызметкерлері генерал болсам деп армандаушы еді. Қазіргі полиция қызметкерлері аман есен пенсияға шықсам екен деп армандайды екен. Әттең қорқады. Олар да жүрек шайылып қалған. Ұсталғаннан ұсталып, бірдеңкеден бірдеңке, бір бәлеге ілініп кету, сүрініп кету, аман есен діңгіттей жігіттер нағыз жұмыс істейтін шақтарында пенсияға шығады екен. Пенсияға шығумен әуре ғой. Сен нағып шығып жатсың, сен нағыз осындай шағын ойбай құрсын тыныштықта пенсияға шығып кеткен артық дейді ғой. Бір бәлеге ұрынбай тұрғанда пенсияға шыққан артық дейді. Оларды да өлтіріп баратқан планға ілініп кетіп қаншама адам жертва болып кетіп жатыр ғой. Планды орында дейді, болды, планды орындайсың. Өл тал екі ұры табасың, өл тал екі бірдей нашақор табасың, өл тал екі бірдей қылмыскер табасың. Міне, сондаймен күн кешіп жатырмыз. План. Қылмыскер жоқ болса қалай болады Қазақстанда? Жақсы емес па? Жоқ, олай жоқ. Бәріне план керек, бәрі планды орындау керек. Сондықтан олай қысып қазір генерал болсам, карьера қусам деп жүрген адам жоқ. Елдің бәрі планын аман есен орындап, пенсияға шықсам деп отыр. Мұғалім де сол. Жаным ау, не болды? Кеш